Тәуелсіздік ата-бабалар аңсауы, ұрпақтың қолы жеткен киелі кезең. Тәуелсіздік таңбасы таста, қаны қара жердің тамырында жатқан құдіретті сөз. Тәуелсіздік халқымыздың азаттықты аңсаған арманның ақиқатқа айналған сәті. Осы жылдар ішінде Қазақстан ұлы жетістіктерге жетіп, әлем таныған тәуелсіз мемлекетке айналды. 1991-1995 жылдар аралығындағы ел дамуындағы маңызды оқиғалар мен жеңістерге бірге көз жүгіртейік. 1991 жыл. 2 қазан. Тұңғыш рет қазақ ғарышкері Байқоңырдан Союз ТМ-13 кемесімен айға сапар шекті. Тоқтар Әубәкіров аспан әлемінде қалықтаған бірінші қазақ ғарышкері болып, тәуелсіз Қазақстан тарихына енді. 1 желтоқсан. Қазақ КСР-ның президентін сайлау өтті. Сайлау нәтижесі бойынша дауыс беруге қатысқандардың 98,78% дауысын жинаған Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев республика президенті болып сайланды. 10 желтоқсан. Қазақ КСР жоғарғы кеңесі Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының атауын өзгерту туралы заң қабылданды. Осы заңға сәйкес жаңа құрылған тәуелсіз мемлекет Қазақстан Республикасы деп аталды. 16 желтоқсан. Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялады. Осылайша әлем картасында тәуелсіз Қазақстан атты жаңа мемлекет пайда болды. 1992 жыл. 10 қаңтар. Қазақстан Республикасында ішкі әскерлері туралы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығы қабылданып, мемлекеттік тәуелсіздігін қамтамасыз ету мақсатында еліміздің ішкі істер әскері құрылды. Алматы қаласында дүниежүзі қазақтарының бірінші құрылтайы өтті. 2 наурыз. Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымына мүше болды. 8 мамыр. Қазақстан Республикасының дербес қарулы күштері құрылды. 22 мамыр. Қазақстан ЮНЕСКО құрамына енді. 4 маусым. Қазақстан Республикасының мемлекеттік ел таңбасы туралы және Қазақстан Республикасы мемлекеттік әнұранның музыкалық редакциясы туралы заңдар күшіне енді. 11 желтоқсан. Қазақстан Республикасы мемлекеттік әнұранның мәтіні туралы заң қабылданды. 1993 жыл. 13 қаңтар. Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы туралы заң қабылданды. 28 қаңтар. Қазақстан Республикасының тұңғыш конституциясы қабылданды. Мамыр айында жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы заң қабылданды. 15 қараша. Ұлттық валюта күні деп аталды. 1994 жыл. 16 ақпан. Қазақстан ядролық қаруы жоқ ел ретінде ядролық қаруды таратпау туралы шартқа қол қойды. 6 шілде. Жоғарғы кеңес депутаттары Астананы Ақмола қаласына көшіруге шешім қабылдады. 30 маусым. Қазақтың екінші ғарышкер ұлы Талғат Мұсабаев ғарышқа ұшты. 1995 жыл. Ұлы ақын Абай Құнанбайұлының жылы болып жарияланды. 1 наурыз. Президент жарлығымен Қазақстан халықтарының ассамблеясы құрылды. 30 тамыз. Конституциялық өзгерістер процесі аяқталып, қазіргі Қазақстан Республикасының қолданыстағы конституциясы қабылданды. Тәуелсіздік тек мемлекеттің еркіндігі емес, бұл әр азаматтың өз болашағына сенімді қадам басуы. Бұл жылдар халқымыздың бірлігі мен татулығының арқасында елімізді жаңа белестерге жетелеген даңқты дәуірге айналды. Енді бізге осы тәуелсіздікті мәңгілік ету басты міндет.